Біздерге бір адам қажетін сұрап келсе, біз пәленшеге барсаң көмектесе алады, пәленшеге барсаң ақыл кеңес бере алады деп адамдарды адамдармен байлаймыз. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламда сондай қасиет болған, алдына қажетін сұрап келген адамды Раббысымен байлап жіберетін болған да. Негізгі біздің тірлігіміз шешетін Раббымыз еді ғой. Мысалы үшін бір адам келіп, басына іс түскенін айтса, қиыншылықтар болып жатқанын айтса өмірінде, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған мына дұғаны үйрететін болған. Кімде-кімнің мынау дүниеде басына іс түссе, қиыншылық туған кезде, мынау дұғаны оқыса, ла илаха илля анта субханака инни кунту миназ залимин. Негізі Құран аяты ғой енді. Алла тағала оның ісін жеңілдетеді. Қараңыз, сен пәленшеге бар, ол көмектеседі. Пәленшеге барсаң ақыл кеңес береді деп емес. Сен мынау дұғаны оқысаң, Раббың саған көмектеседі деп, Раббымызға қарай байлайды пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бұл дұға Юнус алейхиссаламды балықтың ішінде жатқан кезде оқыған дұғасы ғой. Балықтан жер бетіне алып шыққан дұға ғой бұл. Абдуллах ибн Қайс деген сахабаға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: ла хаула ва ла қувата илля биллахи. Бұл дұға, ей Абдулла, жәннаттың байлықтарының бір бөлігі дейді. Қараңызшы, көбірек айтуына қалай махаббатын оятып жібереді да пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Фатима радиаллаху анха, Али радиаллаху анху жоқ кезде, үй тіршілігінен қатты қиналғанынан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға бір барғаны бар. Екі құл берсе, үйге келіп көмектесетін деп. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған екі құл беруге шамасы жететін. Бірақ құл бермеді, не істеді? Сен мынау дұғаларды айтсаң, мына сөздерді айтсаң, Аллаға мақтаулар. Саған екі құлдан әлде қайда хайырлы болады деп дұға үйретіп жіберген да. Негізгі айтқымыз келгені мынау бауырлар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: кімде-кім мынау дұғаны таңда, кешке 3 мәртеден қайталап жүрсе, әрдайым оған жер бетінде еш нәрсе зиян бере алмайды дейді. Еш адам деген жоқ, еш нәрсе дегеннен кейін оған жындарың да, адамдарың да, құрт құмырсқан бәрі кіріп кетеді. Бисмиллахиллази ла ядурру ма'асмихи шай'ун фил ард ва ла фис самаи ва хуас самиул алим. Аспанда да, жерде де ешкім зиян бере алмайтын Алланың атымен бастаймын. Ол бәрін естуші, бәрін білуші деген мағынада келеді. Жігіттер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам еш нәрсе зиян бере алмайды деді ма? Бұл нақты бар нәрсе. Ол кісі расын айтады. Енді өзіміздің тыныштығымыз үшін, зияннан аман болу үшін мына дұғаны жаттап алайық бауырлар. Раста біз камера қойып қоямыз, сеніп жүрген камерамыз бар. Кейбір кездерде ол да көмектеспей қалып жатыр ғой. Сеніп жүрген адамдарымыз да, ақыраналарымыз да көмектеспей қалып жатыр ғой. Олар жай ғана себеп еді. Негізгі бізді қорғайтын Алла тағала пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам арқылы біздерге мынау дұғаларды үйретіп жатыр. Не дейді? Сен алыстан іздемесей көмекті дейді да. Сен жай мынау дұғаны оқысайшы, мен саған жәрдем берем деп жатыр ғой. Осы дұғаларды жаттайық.